Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 50-ші сабақ біздің жобамыз. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сипаттау мәтінін қалай құрастырылады дейді. Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп, түгендеп жатудың қажеті жоқ. Оның мінез-құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы да ескеріледі. Сипаттап отырған затыңа немесе нәрсеге өз пікіріңді, одан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Жұмбақ сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар дейді. Міне балалар, бізде түйе берілген және ол туралы жұмбақтар берілген. Мысалы, түйенің сыртқы бейнесі туралы. Кезекті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Бұл не дейді? Енді түйеге ғана тән қимыл қозғалыс дейді. Маң-маң басқан, 4 аяғын тең басқан. Бұл қай жануар дейді, Яғни бұл түйенің қимыл қозғалысын сипаттап тұр. Енді түйенің дауысын, үнін қалай сипаттайды екен жұмбақта? Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрын нұн дейді. Келесі жұмбақта түйенің айрықша қасиеттері туралы айтылады. Бұл не қылған ер еді, қандай мықты жүрегі, бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүреді дейді. Қалай ойлайсың, жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады дейді. Яғни балалар, жұмбақ сипаттау мәтініне жатады екен, осыдан көруге болады. Өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырма құрастырып көр дейді. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарының алдында қорға және бағала. Міне балалар, біздер мысалы қоянды алып қарадық. Қоянның сыртқы бейнесі туралы мынандай жұмбақтар бар екен. Құлағы бар есектей, үлкендігі кесектей дейді. Қалқиып қос құлағы елеңдеп қорқып тұрады дейді. Енді қоянның айрықша қасиет туралы. Тез өседі, көп жейді, сәбіз жейді, шөп жейді, құлақтары қалақтай, зытып берер жолатпай дейді. Және түйе тұмсық, ит табан, көзін жұмбай ұйықтаған дейді. Міне балалар, осы жануарды біз алдық, немесе сіздер басқа жануарларды алып оған қатысты жұмбақтарды жазсаңыздар болады. Бізде келесі 51-ші сабақ. Лепті сөйлемдер туралы өтеміз, және бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз, лепті сөйлемдерді құрап жазамыз. Бірінші жаттығу: өлеңді тиіс дауыс ырғағымен оқы, тыныс белгісіне назар аудар дейді. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар, дөңес де бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат бар, шалғын да бар, бұлақ бар. Алуан құс пен аңы бар, алып елді танып ал дейді. Балалар, өлең не туралы дейді? Өлең туған елдің табиғаты туралы, Келесі, өлеңге ат қой дейді. Біз өлеңге туған өлке деп ат қойдық. Менің елім деп қойсаңыздар да болады. Келесі 2-ші жаттығу: табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр дейді. Балалар, табиғатқа ағаштар, өзендер мен көлдер, жайқалған гүлдер мен шуақты күн, аспандағы бұлттар мен биік таулар жатады, Тапқан сөздермен төмендегі үлгі бойынша сөйлемдер құрап жаз дейді. Яғни біздер лепті сөйлем құрап жазу керекпіз. Және құраған сөйлемді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы дейді. Мысалы, деп жаздық: неткен тұнық көл, қандай әдемі гүл, қандай ғажап шуақты күн, қандай биік тау, аспандағы бұлттар сондай сұп-сұр. Сөйлем соңында біздер леп белгісін қойдық. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды дейді. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соңы леп белгісі қойылады. 3-ші жаттығу: тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар дейді. Атау, деді кітап оқып отырған іңкәр. Ау ботам, жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу, деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не, ата? Деді іңкәр. Жақсылықты ұмытпау, деді атасы. Іңкәр ойланып қалды дейді. Балалар, енді лепті сөйлемдер табамыз тапсырма бойынша. Оны жазып қойдық. Міне бізде атау, ау ботам, жамандықтан аулақ болу, осы 3-еуі лепті сөйлемдер екен. Өзің жақсылық дегенді қалай түсінесің дейді. Балалар, жақсылық дегеніміз біздің түсінігімізде өзіңе, өзге адамдар тарапынан жасалған құрметті сезіну, оның қайтарымын беру, адамдарға үнемі кішіпейіл болу, көмек қолын созуға асығу, ықылас пейіліңді жақын адамдарыңа сездіре алу дейді.
Ал балалар, сіздер жақсылық туралы түсініктеріңіз қандай, сол туралы қосымша жазсаңыздар болады. Келесі 4-ші жаттығу, сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз дейді. Міне балалар, өзеннің жағасы қандай керемет. Бұл лепті сөйлем, сондықтан леп белгісін қойдық. Айбар шалығымен шөп шапты. Бұл хабарлы сөйлем, нүкте қойдық. Саябақтың іші сондай тып-тыныш. Бұл лепті сөйлем, леп белгісін қойдық. Сен нешінші сыныпта оқисың? Бұл сұраулы сөйлем, сұрақ белгісін қойдық. Келесі 5-ші жаттығу, өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз дейді. Мысалы, мен былай жаздым. Сенің көйлегің қандай әдемі? Анамның пісірген бәліші сондай дәмді. Бүгін ауа райы неткен тамаша деп жаздық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.